Сәлем достар, бүгін біз сіздермен корейский салат жасаймыз. Бұл салаттар арнайы сатуға арналған рецептпен жасалады. Алдағы уақытта корейлік салаттардың көптеген түрлерімен танысасыздар. Тіпті осы салаттарды жасап сатып, қосымша табыс табуыңызға да болады. Өйткені мен сіздерге нағыз сатуға арналған салаттардың рецепттерін бөлісетін боламын. Видеода өздеріңіз көріп отырғандай, мен морской капустаны мұздан алдым. Өйткені алдын ала дайындап, тоңазытқышқа салып қойғанмын. Морской капустаны сатып алғаннан кейін суға салып, түнге қойып қойғаныңыз дұрыс. Таңға дейін ол толыққанды жібіп, бойы суға толады. Мен сияқты тоңазытқышқа салып қоятын болсаңыз, өте тез дайындайсыз. Небәрі 15 минутта әзірлей аласыз. Сәбізді теркадан өткізіп, морской капустаға қосамыз. Қызыл, жасыл, тәтті бұрышты ұзыннан турап салатқа қосамыз. Әрі қарай тұз, кептірілген кинза, гочи дерими, чеснокты езгіштен өткізіп саламыз. Чеснок қаншалықты көп болса, салат соншалықты дәмдірек болады. Уксусты қосқан кезде салаттың бетіне түгел тигізуге тырысыңыз. Бұл шектен тыс құйып жіберу дегенді білдірмейді. Крышканы жіңішке шегемен екі жерінен тесіп қоятын болсаңыз, салатқа қажетті уксус себіледі, бірақ артық құйып жібермеңіз. Уксустан кейін міндетті түрде шекер қосамыз. Шекердің де шарты дәл солай, салаттың бетіне түгел жабылу керек. Шекердің мөлшері уксус пен тұздан 2 есеге көп болады. Мен корейлік салаттарды жиі жасайтындықтан бір қадамнан солай ойдағыдай болып шығады. Дәміне қарай кунжут қосуға болады. Жақсылап араластырып, салаттың дәмін көреміз. Егер уксус көп болып кетсе, қайтадан шекер қосасыз. Салаттың дәмі қышқыл тәтті болу керек. Егер корейский салатты алғаш рет жасап тұрған болсаңыз, әркез араластырып дәмін көріп отырыңыз. Ащы не тәтті болып кетпеу керек, дәмін өзіңіз бақылайсыз. Соңына қарай пістен май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осымен салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.